Сіздермен бүгін балалық шағымның естелігі анамнан үйренген муравейник тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен жұмыртқа, секер, қаймақ және маргаринді араластырамыз. Аз содасын сірке суымен сөндіріп қосамыз, немесе разрыхлитель алсаңыздар да болады. Келесі кезекте ұн бізде көп немесе аз мөлшерде кетуі мүмкін. Сондықтан ұнның мөлшеріне емес, қамырдың консистенциясына назар аударамыз. Қамырымыз қалың болу керек, бірақ та оны ұзақ үйлеу қажет емес. Дайын қамырды бірнеше бөлікке бөліп, пищевая пленкамен орап, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қатты болғанша салып аламыз. Қатты қамырды мұздатқыштан алып, көзі уақ теркамен өткіземіз. Көбіне қамырды ет тартқышпен өткізіп жатады. Бұл құмырсқаның илеуіне ұқсамай және әдемі болмайды. Теркамен өткізілген қамырды пешке 200 градуста 15-20 минут пісіріп алдым. Дәл осы теркамен өткізу пешке пісіру процесін бірнеше рет жасаймыз. Тортымыздың коржығы дайын. Грек жаңғағын, вареный сгущенка аламыз. Коржық пен грек жаңғағын уақтап қосамыз. Вареный сгущенкамен араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, әрі қарай қажетті пішіндегі тортты жасаймыз. Дайын тортымызды өз қалауларыңыз бойынша әдемілеуге болады. Мысалы, мен шоколадты теркамен өткіздім. Муравейник тортымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған қарапайым және дәмді каналы.